Бүкіл архитектура дейді ғой. Шебер дегенде Алланың шебер десейші дейді. Бүкіл архитектураны Алла Тағала қандай жаратқан да? Қандай биік талдар бар да, мынандай жаңғақ беріп қойды да Алла Тағала. Жерде өсіп жатқан бір шөп бар, мынандай дарбыз беріп қойды да. Сол бір логикашыл бейнамаз айтты да, Алланың қатесін таптым деді да. Бұл мына дарбыз ана жерде тұрса жарасады деген да. Не деген де оғаш анау. Ал жаңғақ мына жаққа жарасады деген да. Сөйтсе адамдар айтады дейді, сен Алланың қатесін мүмкін емес қой табуың, сен мақлұқсың ғой сен, ол халық. Жаңағы кесір адамдар болады, ол таяқ жемесе жөнге түспейді да. Сөйтіп тағдырда енді тағдыр. Жаңғақтың астында ұйықтап қалыпты жаңағы. Жел болған, ана жаңғақ түскенде бір екеу, басына түскен, неған. Сөйтіп оянып кеткенде жаңғаққа адам өлмейді ғой. Сөйтіп жаңғақ ұстап жылаған екен де, Алла, қандай архитектурсың деп. Бұның мен ойлағандай орында дарбыз болса деген да. Істеген болса болса. Мен осы жерде тіл таппай кететін болам. Бәрін есеппен істегесін Алла деп та. Тәнті болған дейді. Әлбетте. Сол үшін біздің шариғат сол үшін айтады да, братала сұлу келіншекке үйленсең, оның қарауылы боласың дейді да. Өлесін де қарауыл бол. Үйге кім келді? Кім шықты? Қаяқта жүр? Қарауылы бөліп кетесің дейді. Ал байды асаң дейді да, ол байдың мүлкі көп бар. Ана самалда, базарда жайы бар, тойотасы бар. Байдың мүлкі көп қой. Сен де соның бір тойотасы боласың дейді. Мүлкісің да, мүлк. Ал имандыны алатын болсаң, өмір бойы жаңағы жақсылықта жүресің дейді да. Сол үшін реңіне мән бере бермеңдер дейді да. Дініне мән беріңдер. Енді реңіне неге мән бермейміз десе, Майлы қожа айтады да. Ақ ешкіні мақтағанмен дейді. Қара қойдан озама дейді да. Ол аппақ болғанмен. Ап тәректі ол да. Зат ешкі ғой. Сол үшін біздің неде сол дініне қарау керек дейді да. Тәрбиесіне қарау керек. Ең үлкен нәрсе осы дейді да. Сол үшін мынау қазір ғалымдар айтып жатыр ғой. Ер адам сотовый телефонға ұқсаса, келіншегі оны зарядчигі дейді да. Қандай мықты телефонда зарядчик болмаса, ұзаққа бармайды да. Отырып қалады. Шиқылдап. Дұрыс қой. Бұнау резетка тұрған ау резетка. Сол екен ғой олар. Көшеде де көп ондай резетка. Бірақ ояқта 380 қосылып тұр да. Күйтіп жүреді да не? Алла рұқсат бермеген нәрселер.